Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге баклажкада сақталынатын кобра рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен барлық көкөністерді жуып тазалап, осындай бөліктерге бөлеміз. Қызанақ және де сарымсақ барлығын блендерден өткізіп аламыз. Жасалу жолы өте оңай. Менімен бірге жасап көріңіздер. Сонымен қатар осындай ащы бұрышты да қосатын боламын. Дәмі ерекше және тәбет ашатын болады. Мен 2 данасын қостым. Сіздер өз қалауларыңызша қатты ащы болсын да десеңіздер көбірек қосасыздар. Мен орташа балаларда жейтін қылып азғантай мөлшерін қостым. Одан кейін осындай хреннің тамырларын және осындай аскөк пен кинзаны да қосатын боламын. Аскөк пен кинзаны қоспасаңыздар да болады, өз қалауларыңызша қосасыздар. Сонымен қатар менің каналымда басқа да видео рецептің түрлері бар. Алдыңғы уақытта мен сіздермен жақсы видео рецепттермен бөлісетін боламын. Егер де осы видео рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Барлығын блендерлеп аламыз, майдалап. Қыстың күні рахатын көресіздер, осылайынан жасап қойсаңыздар. Енді бұны ыдысқа құйып, және алдын ала езіп алған аспириніміз бен тұзымызды қосып, баклажкамызға құямыз. Әр литріне бір таблетка аспириннен саламыз. Мен де аз мөлшерде жасадым. Осылайынан көп қоспау керек, азғантай мөлшерде қосасыз. Одан кейін бір түнге салқын жерге қалдырамыз да, ертесінен дайын баклажкаларымызға құйып жауып тастаймыз. Осылайынан болады. Ол кішкене көпіріп, және аспирин қосқаннан кейін несі басылады, көпірігі. Одан кейін осындай таза баклажкаларға құйып аламыз. Және де банкілерге де жабуға болады. Мен осындай баклажкаларға жауып қойдым. Жасалу жолы өте оңай, жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.